Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге Алия. Арнама қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лүпілдеріңізді басып, қолдауларыңызды күтемін. Бүгін біз сіздермен бірге саңырау құлақ печеньясын пісіреміз. Ал бастайық. Ыдысымызға бөлме температурасындағы еріген майымызды салып, үстінен қантымызды сеуіп, 2 жұмыртқамызды жарып, жақсылап тұрып араластырамыз. Жақсылап тұрып араластырып, бір келкі масса шыққанша. Үстінен ұн себеміз. Мен ұнымның бәрін қосқан жоқпын. Ас содасына сірке қышқылын ертіп алып, үстінен құямыз. Және де картофельный крахмалды қостым. Ал енді қамырымызды илеп бастай беруге болады. Қамырымыз жұмсақ болу керек, қолға жабыспау керек. Қолға жабыспайынша соғанға дейін илей беру керек. Қалған ұнымды қосып, міне бір келкі масса шыққанша. Енді міне мынау тестом көріп тұрғандай жұп-жұмсақ, қолға жабыспай тұр. Енді противенге пергамент қағазын төсеп, қамырымыз домалақ қылып жайғастырамыз. Осылай үзіп алып, шетінен домалата беріп қоя берсек болады. Содан соң кез келген кішірек бутылканы алып, какаоға малып, қамырдың үстінен батырамыз. Қызып тұрған пешке 180 градусқа қойып, 20-25 минут пісіріп алсақ болады. Астарыңыз дәмді болсын.